Салам қазақ елі. Сіздермен бүгін сайлау сағындығы. Міне менің кезекті қой кезегім бүгін. 12 қараша айы. Бүгін күн тұман. Қалың тұман. Мына жерде қойларым жайылып жүр. Су арнасы, өздеріңіз білетін бұрынғы бейнелерден көріп жүрген. Қойлар мына жерде қозғалмай керемет болып жайылып жатыр. Тек бір қорқыныштысы, қытай ары қарай бір 200 метрге қарай шығып кетсе, онда қой көрінбей қалады. Тұман бүгін сондай қатты қалың тұман түсіп тұр. Биыл енді жалпы ылғалдылық жақсы болды ғой. Жаңбыр жауды, жақсы жаңбырлар жауды биыл. Жердің міне қараша айы ғой қазір міне. Міне жер деген көкпеңбек қой міне. 2 сантиметр, 3 сантиметрдің шамасында көктер бар. Жантақтардың түбінде, жусандардың түптерінде көктер деген жақсы. Сосында мына жантақ қоп-қоңыр болып тұрғанмен, пісіп тұрған жантақ осы жантақты да жақсы жейді қазір. Осындай ылғалда мына көп кірмейді. Міне қойлардың күйлері. Биыл түкіріп қояйын, типа деп жақсы биыл. Бірақ жақсы болғанын былай тұрсын. Биыл бір қой өтпей қалды біздерде. Жылда мынандай осындай уақытта қойдың ішінен дейтін саусақпен санап алатын едік еркек тоқтыны. Яғни еркек тоқтың бәрін сатып жібереміз, или болмаса жемізде жегеннен қалған сатып жіберетін едік ертерек жаздың ортасында. Биыл сол қой өтпей қалды да. Мына тоқтылар ғой. Осындай, қорғаш тоқтылар. Осындай тоқтылар өтпей қалды биыл. Білмеймін, биыл қойға шығансы азайып кетті ме? Тап бағасы да былтырғыдан көп өзгерген жоқ. 2-3 мың қосылған болар енді биыл. Мынандай тоқтыларды былтыр мысалға жылда осындай уақытта саусақпен санап алатын едік қойдың ішінен. Жалпы көп қойдың ішінен. Мысалға біздің жақта қазір 20 үй бар. 20 үйден осындай тоқтыларды бірен-саран үйден санап алатын едік. Енді атар қой ғой 20 үй деген. Атар қойдан бірен-саран санап алатын едік. Биыл өтпей қалды да, биыл тоқты көп. Егер қой сатумен айналысатын жігіттер болса, бейнемді қарап отқан құлақтарын алтын сырға. Міне, қой осылай жайылып отыр.